Достар, сәлем. Міне бүгін тағы да Қытай елінен келген сәлемдемелерге қарық болдым. Бірден 5 сәлемдеме келіпті. Қазір сіздерге соның үшеуін көрсетемін. Қалған екеуін осыдан кейін жеке-жеке ашатын боламын. Алдымен мына кішкентайынан бастаймын. Шынымды айтсам, соңғы кездері еріншектігімізді бұндай кішкентай сәлемдемелерді ашпай қойын деп ойлап жүредім. Бірақ мынаның бәрі бірге келгендіктен ашып көрсете салайын. Соның ішінде мінекей Huawei P1 смартфонына арналған бампер чехол. Мінекей жұмсақ, сырты жылтырақ мынандай, ал іш жағы матой сияқты. Жалпы жаман емес сияқты. Бірақ шын мәнінде қаншалықты жақсы тұратын тек телефонға кигізгенде ғана білетін боламыз. Сондықтан шетке қойып тұрайық. Екіншісі AliExpress сайтынан тапсырыс берілген, бұл да 1,5 айдан сәл ғана көп уақыт жүрді. Бұның ішінде камераларға арналған 3 аяқты трипод. Мінекей мынандай сондай жұмсақ, неше түрлі формаға келе беретін, мындай ағаштарға, қисық жерлерге, бағаналарға ешқандай қиындықсыз орнатыла беретін керемет трипод. Суретшілерге, фотографтарға таптырмайтын құрал. Үшіншісі, осыған дейін ең ұзақ жүрген тапсырыс. Ақпан айының 9 жұлдызында тапсырыс берілген бұл тауарға. Бұның ішінде сымсыз роутер. Мінекей блок питаниясы. Андай біздің европалық стандартқа переходнигімен қосын. Және ішінде мынандай Tender брендінің роутері. Мінекей мынандай 2 антеннасы бар. 4 RJ45 стандартындағы порты бар. Бұл тауар жолда келе жатқан, 2 айдан асып бара жатқан соң, осы айдың басында AliExpress'те диспут ашқанмын. Саудагер ол диспутқа жауап бермей 15 күн күтуге тура келген. Тура сол 15-ші күні осы тапсырыс Қазақстанда трек номер бойынша тіркеліп, бүгін міне қолыма тиді. Бұл сымсыз роутер. Бұл роутердің репитер функциясы бар. Осы үшін мен бұл роутерге тапсырыс бергем. Үйдегі Wi-Fi желінің қамту аймағын үлкейту үшін. Міне достар, әзірге осы. Лайк басып каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.